сапар намаздағы сүннет жайында көп сұрақ беріп тұрады бұрыннан. Оған жауап берейін деп едім, білгенім, оқығанымды. Осы мәселеде кейбір мұсылмандар дау шығарады. Мысалы, сүннетті сапарда оқымау керек, оқыған ол бидағат, оқымау сүннет деп кейбір ғалымдардың пікірін айтады. Ал көпшілік ғалымдардың пікірі сүннет оқыса да оқымаса болады екен деп айтады. Осыған кішкене тоқтаған кезде былай толықтай былай егжей-тегжей сүннетті сапарда оқымау керек дейтіндердің сүйенетін дәлелдері Абдулла ибн Омар радиаллаху хадис айтқан хадис. Сол хадисте Абдулла ибн Омар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарда бірге болғанда Алланың елшісі тек қана таң намаз 2 сүннет оқыған, басқасын оқымаған деп айтады. Сол кезде сүннеттері соны айтады. Сол хадисті алады. Енді біз жақсы білеміз, әр қандай мәселе болса да әртүрлі көп хадистер келеді. Басқа да осындай да дәрежеде күшті хадистер бар. Ол хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соны басқа ғалымдар алатын хадис. Алланың елшісі сапарда жүргенде түйенің үстінен, көліктің үстінен нафил сүннеттерді оқыған екен деп айтады сол хадисте. Сол хадиске сүйеніп сүннет оқуға болады деп, және кейбір ғалымдар мұстахаб деп айтты. Енді мына жерде орта пікір, енді оны көпшілік ғалымдардың несі бойынша Ханафи, Шафи және Малики мазхабтың, жаңа имам Науауиді жалғыз айтса өзі жетіп жатыр, рахимахулла. Сол сапарда сүннет оқыса да оқымаса болады деп. Өйткені жарты сахаба оқыған екен, жартысы оқымаған екен. Сондайда да риуаяттар келеді. Енді жарты сахаба адасу мүмкін емес қой. Яғни оқуға болады деген. Ал енді Абдулла ибн Омар радиаллаху хадисіне сол 3 мазхабтың ғалымдар, көпшілік, яғни жумхур деп айтады, көпшілік ғалымдар, сүнниттер мынандай жауап берді. Абдулла ибн Омар радиаллаху бүкіл сапарды көрген деп саналмайды. Кейбір сапарды көрген нәрсені айтқан деп шығар. Өйткені жарты сахаба оны жаңа оқыса, яғни оларды да бір нәрсе көріп істеп жатыр, өздерінен жасамайды. Сол сияқты анау хадисті де алдына түйенің үстіне оқыған деп нафил намаз. Сондықтан осындай мәселеде бір жақты айтып, мынау дұрыс, анау қате деп айтқан дұрыс емес. Адам өзін бір дәлелді, енді бір мазхаб бойынша жүрсе, сол мазхабтың несімен жүрсін, бірақ басқа мазхабтың несін құрметпен қарап пікірлеріне. Және осындай жерде көпшілік ғалымдардың пікірін қате деп айту, ол өзі де үлкен бір өзі сол адам қателік жіберген. Көпшілік ғалымдардың егер бір нәрсені ұстанса, ол дәлел күштірек болады екен, оны бұлай да түсінікті мәселе.